Сәлеметсіздер ме балалар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып жер және ғарыш бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы еліміздің жер бедері қандай? Балалар, сіздер қандай жерлерді көріп тұрсыздар? Бұл жерде бізге қандай суреттер берілген? Иә, таулар мен жазықтар. Жоңғар алатауы, Алтай таулары, Төбелі жазық және Тегіс жазық. Балалар, еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жазықтар физикалық картада жасылмен боялады. Олар ежелгі теңіз немесе көлдердің орнында пайда болған. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш дақ түсіру арқылы төбелі жазықты белгілейді. Төбелер бір-бірімен жалғасып, қырат құрайды. Таулар картада қоңыр түске боялады. Тау биіктеген сайын картада қоңыр түсте қоюлана түседі. Таулардың басынан қысы-жазы қар кетпейді. Арасында сарқырап тау өзені мен ағып жатқан терең шатқалдар болады. Биік тау беткейінде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ең төмен нүктесі Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Еліміздегі табиғаты мен жер бедері ерекше аймақтың бірі үстірт. Бұл аймақты қалай пайдалануға болатыны туралы ғаламтор мен энциклопедиядан ақпарат іздеп көріңіздер. Балалар, есімізде сақтайық. Елімізде шығысы мен оңтүстігі таулы аймақ, батысы мен солтүстігі жазықты аймақ болып келеді. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша дәптерімізге 3 сұрақ-жауап құрастырыңыздар. Сіздер білесіздер ме? Шарын шатқалы Қазақстанда қайталанбас жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километр. Шатқалдың ортасынан Шарын өзені ағып жатыр. Көркіне көз тоймайтын әсем жер Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Әрдайым осыны біліп жүрейік. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталуға шақ қалды. Бүгін сабағымызды білім шыңы әдісі арқылы қорытындыласақ. Білім шыңы әдісі арқылы бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қойыңыздар. Сау болыңыздар балалар.